Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін тыртықты үй жағдайында қалай кетіруге болатынын айтатын боламын. Тыртық ерлерге сән береді деген сөз жігіттердің абыройын асқақтатады. Ал тыртықтың нәзік жандыларға ұнамасы анық. Денедегі тыртық немесе отаның тігісін қалай кетіруге болады, немесе қалай білдіртпеуге болады. Оны мен сіздерге қазір айтатын боламын. Бірінші әдіс – қауын дәндері. Қауын дәндері тыртықты жояды. Алдымен қауын дәндерін жинап кептіріп, майдалап ұсату керек. Кейін жұмыртқаның қабығын майдалап ұсақталған қауын дәнімен араластыру қажет. Қоспаның үстіне зәйтүн майын қосып, араластырып, қою өзбені тыртық бетке жағып, дәкемен тоңып қойыңыз. Бұл әдісті 20 күн бойы жасау керек. Араға 2-3 апта салып, қайта жалғастыру керек. Екінші әдіс – вишневский жақпа майы. Бұл жақпа май тыртықтың орнын тез қалыпқа келтіреді. Бірақ оның тек өзін ғана жағу аздық етеді. Маска әзірлеу үшін жарты шай қасық бал, ас қасық спирт, пышақтың ұшымен вишневский жақпа майын алып барлығын араластырыңыз. Қоспаны 40 қабат жапырақтарымен тыртық бетіне басып, дәкемен таңып қойыңыз. Масканы 30 минут ұстай тұрып, алып тастау керек. Бұл әдісті күн сайын немесе күн ара жасап тұруға болады. Тек бір ескерте кететін бір жағдай, бұл әдісті жаз мезгілінде, яғни ыстық уақытта жасауға мүлде болмайды. Үшінші әдіс – көк топырақ, яғни голубая глина. Тігісті кетіруге көмегі зор. Көк топырақты сумен араластырып, тігіс орнына жағып кепкені күту керек. Беті қабырақтанған соң сумен жуып тастау керек. Жақсы нәтиже білінгенге дейін бұл әдісті қолдануға болады. Төртінші әдіс – бал мен өсімдік майы. Бұл екі қоспа тыртықты жақсы кетіреді. Кез келген майға алоэ тамшысын тамызып, оның үстіне бал қосып араластыру керек. Егер бұл әдіс оң нәтиже көрсетсін десеңіз, қоспаны баяу отқа қыздырып алуға болады. Жылы масканы тігіс бетіне жағып қою қажет. 15-30 минуттан кейін жылы сумен жуып тастау керек. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.